Қайырлы күн достар. Бүгінгі сабақта біз жалпы адам бойындағы энергия жайында айтқан болатынбыз. Энергия жалпы адамда ер мен әйел энергиясы болады дедім. Әйелде де ерде де. Әйелде 80% әйел энергиясы, 20% ер энергиясы болады. Оны біз керек кезінде ол өз іске қосылып тұрады. Ерде де дәл солай 80% ер энергиясы, 20% әйел энергиясы. Сондықтан оны біз мысалы ер энергиямызды бізде бірдеңке бастаған кезде, не болмаса босанған кезде біздің толғаққа шыдауымыз үшін бізде ер энергиясы қосылып отырады екен. Керекті кезде ер энергиясы қосылып отырады. Ал оны бізде көбейіп кететін болса өмірімізде, біз дағдарысқа ұшыраймыз деп айттым. Осы энергиямызды біз бағыттап белгілі күнде адамзатқа белгілі бір энергия бөлініп отырады өмірінде. Соны біз туралап өмірімізге ыңғайлап қолданатын болсақ, біз мақсатымызға тез жетеміз. Жалпы бұл жауапкершілік жайында алдынан бері айтып жүрмін. Жауапкершілік. Біз жауапкершілік деп тілдің ұшында былай айта береміз де, оны шын мәнінде сезіне білмейді екенбіз. Бүгін сол жайында тағы толықтырып айта кетейін деп. Жауапкершілікке алдық деп жасаймыз да, біз жетістікке жетпейтінінің бірде-бір шын мәнінде біз жауапкершілікке алып жасадық дейміз. Дегенмен біз оны шын жауапкершілігімізге алып жасайтын болсақ, біз міндетті түрде мақсатымызға жетеді екенбіз. Сондықтан біреудің жалғаны мені емес, өзіміздің менімізбен деп мен алдында айтып жүргенме, біз логикаға салып жіберетін болсақ, бірдеңе бастар кезде біз міндетті түрде ойда тоқтатамыз, жетістікке жете қоймаймыз. Ал логикаға салмай бару керек па, істеу керек па, тез істеп тастайтын болсақ, ол біздің ішімізден шыққан мен болып тұр. Сол секілді жауапкершілікті де мен сіздерге ажыратып берейін. Жауапкершілік дегеніміз, жауапкершілік пен міндет деген бар. Міндет деген ол сырттан келеді. Мысалы, бастықтарыңыз сіздерге істе десе, оны міндетті сізде. Мысалы, жолдасыңыз мына киімді жуа салшы десе, сіз оны міндеттісіз. Өйткені ол сырттан келіп істе деп тұрған нәрсе. Ал жауапкершілік деген ол іштен келеді. Сіз ойыңызға іштей бірдеңені алдыңыз ба, сіз міндетті түрде оны істеуіңіз керек. Не болмаса, ата-ана ретіндегі жауапкершілік мысалы болады, ол да жауапкершілік. Ата-ана алдында жәнегі мейірімді, бақытты ата-ана ретінде, одан кейін ата-анаңыздың алдында мейірімді, бақытты бала ретінде, бақытты қыз ретінде жауапкершілік, және бауырларыңыздың алдында мейірімді әпке ретіндегі жауапкершілік. Мысалы, алдында деген сөзді қоспасақ, біз мысалы әкеміздің қызы болайықшы, бақытты қызы болайықшы десек, автоматты түрде әкеміздің жауапкершілікті әкеңізге аударып бересіз екен ойша. Содан кейін мысалы бір ағаңыздың қарындасы ретіндегі жауапкершілік, бақытты қарындасы ретіндегі алдындағы деп айтсақ, ағамыздың алдындағы жауапкершілік деп алатын болсақ, біз оны мысалға айтатын болсақ, бауырымыздың алдындағы мейірімді әпке ретіндегі жауапкершілікті алатын болсақ, біз міндетті түрде оны жауапкершілігіміз деп қабылдаймыз екен. Алдындағы деген сөзді алу керек. Мысалы, бауырымыздың әпкесі болайыншы десеңіз, ол өтпейді. Өйткені бауырымның дейсіз де, жауапкершілікті бауырыңызға артып тұрсыз саналы түрде. Сондықтан саналы түрде ол алдындағы жауапкершілікті мен өз мойныма алдым деп сезіну керек екен, менің ойымша. Мысалы, достың алдындағы жауапкершілік, адал болу алдындағы жауапкершілік. Осы жауапкершіліктің 4 бағыты бар. Бірінші, отбасылық, қоршаған орта, және 5 бағыты бар екен. Қоршаған орта, және қызметтегі 3-ші, одан 4-ші өзіңізбен жауапкершілік, 5-ші Аллаға деген. Біз Аллаға деген жауапкершілікті алдық дейміз. Алғанда біз оны қол ретіндегі жауапкершілігімізді ұмытып кетеміз. Өзіміз Алланың орнына түсіп аламыз да, туысқандарымыздың мысалы ойбай, анау не істеп жатыр екен, мынау не істеп жатыр екен деп Алланың орнына өзімізді қойып аламыз да, содан кейін
диктатор бола бастаймыз. мынаны істе, автоматты түрде. Біздің міндетіміз тек қана олардың өміріне араласпай, әке-шешемізге бүйтіп сөйт демей, көп жағдайда мен байқаймын, бір балалар болады, бүйтіп істе, сөйтіп істе, әке-шешеге сіз ақыл айтуға міндетті емес. Өйткені ол табиғаттың, Алланың жаратылысы, сізге ата-ана берген. Сіз бала ретінде өзіңіздің жауапкершілігіңізді алып, оларға ақыл айтпай, одан қайта сіз оған бақытты болып көрінетін болсаңыз, ол сізге қарай икемделіп, бақытты ата-ана ретінде жөнделетін болады. Ол 100% гарантия. Сіз ол біреуге ақыл айту арқылы Алланың міндетін алып аласыз да, Алланың орнына өзіңізді қойып аласыз да, Алла сізге не сабақ, не сынақ беріп отырады. Одан қайта сіз өзіңіз олардың алдындағы жауапкершілігіңізді алатын болсаңыз, бақытты болып жүретін болсаңыз, ол сізге қарай икемделіп жөнделетін болады. Мысалы, бір үйден бір адам жөнделетін болса, сол әулет жөнделетін болады екен. Егер менің ақпараттарым ұнайтын болса, маған тіркеліп каналыма келесі сабақта күтіңіз. Қоңырау басып қойсаңыз, сабағымды жіберіп алмайтын боласыз.